Бізде кино сүйгіштер 4-ші пакет. Сонымен біз ойынымызды бастаймыз. Бүгін ойналатын тақырыптардан бұрын ойынды Ерке бастайды деп шештік, және тақырыптармен таныс болайық. Кадр. Сурет беріледі. Маржан ойыннан шығып кетті. Сурет беріледі. Бұл жерде фильмді атау керек. Минимал постер беріледі. Туындыны атау керек. Айта кетейін, бізде минимал постерде кино, мультфильм, сериалда болуы мүмкін. Ди Каприо ойнаған рөлдер бойынша сурет беріледі. Сұрақ мәтіндері әртүрлі. Кей сұрақта фильмді атау керек, кей сұрақта кейіпкердің атын. Фильмдер, Ди Каприоның бұл ойнаған фильмдері көбіне шынайы оқиғаға негізделген. Мамандық, бұл бізде фильмдердегі кейіпкерлердің мамандығын атау керек болады. Сурет беріледі. Мультфильмге қатысты, танымал мультфильмдерге қатысты сұрақ, мәтін сұрақ. Және Спилберг режиссердің фильмографиясы, жалпы өмірі жайында сұрақтар болмақ. Олай болса, Ерке, соңғы көрген фильм қандай? Менің ба? Және қарсыластарға не айтамыз? Қарсыластарға сәттілік, өзіме жеңіс, жоқ. Қатты тез баспаңдар, ер туған Нұржан. Қандай соңғы көрген фильм? Біз бүйтіп ойлармен соңғы көрген. Менің интернетімнің жылдамдығын көресіздер қазір. Мен деген соңғы міне Netflixтен қазіргі фильм емес, деректі фильм көрдім. Андай авиакрушение туралы. Жақсы. Олай болса, тақырып және ұяшық, Ерке. Ди Каприодан бастайық, 100 деп. Фильмді атаймыз. Ойбай. Нұржан. Выживший. Жақсы. Нұржан, таңда өзіңде. Так, Ди Каприо ойнаған 150. Фильмді атаймыз. Нұржан. Волк с Уолл-стрита, Джордан Белл. Жақсы. Естеріңе сала кетейін. Тек қана Ерке сияқты ноутбукпен отырған. Ctrl батырмасы арқылы да дұрыс жауап не істеуге болады. Ответ классно. Хорошо. Нұржан. Ди Каприо 50-ді көрейік. Ди Каприо 50. Кейіпкердің аты жөні. Нұржан. Ой, Говард Хьюз ба? Нұржан жауап. Поймай меня, если сможешь, деп айтасыз. Дұрыс айтасың, поймай, если сможешь. Ал ондағы кейіпкер. Білмешілер, паспорт бар. Фрэнк Эбигнейл. Негіз менде қате кеткен. Эбигнейл. Нұржан? Так, Ди Каприо ойнағанда аяқтағым келіп тұр, 200 болсын. Қандай фильм? Нұржан? Не, остров. Авиатор. Говард Хьюз ғой мынау. Осы жолы десеш, енді. Алдында пойызда көрем, просто осы киноны. Сол кезде зерттеген көреді. Жақсы. Ди Каприо 250. Кейіпкердің есімі? Мен білмеймін. Қиындау сұрақ. Киноны да көрмейсіз. Фильм ПБР-дің басшысы жөнінде. Эпизод бұры шақта кино. Жақында шыққан фильм ғой деймін. Джон Эдгар Гувер деген кейіпкер. Кино атқандай? Есімде жоқ қазір. Так, Нұржан? Мен көрмегем? Кадр 50. Кадр 50. Қай киноны айтуымыз керек? Ананы? Нұржан? Помни меня. Жақсы, Нұржан? Кадр 100. Кадр 100.
Нани. Нұржан. Филипп. Бәрекелді. Біргем. Әзірге Нұржан ойнап жатыр. Қарсыластар, ұйықтамаймыз. Кеттік, Нұржан. Кадр 150. Кадр 150. Нұржан бірінші тағы да. Криминальный город. Иә. Жалпы Ертуғанның несін, интернетін сейіс бағып атқан сияқтымыз. Нұржан. Криминалды қала. Нұржан. Кожа, который... Мен білем. Иә. басады. Тело ғой кожа емес. Негізі кожа. А кожа ма? Мен көргенде кожа. Кожа дейді, тело дейді, екі түрлі жазылады екен. Нұржан. Сөзді көрейік. Нұржан. Нұржан. Мәнон. Кәткіз. Предки ма бірдеңе ғой мынау? Возвращение домой ма, предки ма бірдеңе? Уақыт бар. Бопты кетті. Ертуған енді бас, міне, фальстартқа не қылып жатсын, асықпай бас. Ерту. Зов предков. Ай, бәрекелді, және Ертуған 250 ұпай алып кетті. Құрметті достар, ескертейін, жалпы біреу сұрақ жауап беріп жатқанда басудың еш қажеттілігі жоқ. Оның жауабы қабылданбағаннан кейін жан-жағында, экранның жан-жағында уақыт жүреді. Сол кезде ғана бассаңдар абзал, себебі 1-2 секунд штраф алып қаласыңдар. Ерту? Мультфильм 100. Бұл құпиялы сұрақ. Ертуған кімге береміз? Маржанға. Маржан. Сонымен Маржан бұл сұраққа Тек Маржанға жауап беру жауап керек. береді. Дәл солай, осы мультфильмнің музыкасын Ханс Циммер жазған, ал орындаған британиялық. Мен білем. Маржан. Емес па? Король Лев емес па? Король Лев. Маржан, сенімдірек ойнаймыз. Кеттік ал. Мультфильм елу. Олар 5-еу еді, биыл 4-еу келіп қосылды. Принцесса емес па? Ой, бұл! Головоломка екен ғой. Жіберіп алдыңдар ғой, тым жақсы сұрақты. Кеттік, Маржан. Мультфильм жүз елу. Ол туралы мультфильмнің соңғы сахнасында Аққу көлі балетінің музыкасы қойылады. Не үшін Аққу көлі? Бұл логикалық сұрақ десе де болады. Краткий ученый. Ол тест бар ғой. Бас. Ей, Дұрыс айтасың, Маржан. Маржан, яшық. 200. Мультфильм 200. Оларға жұлдызды ертегі деген мультфильм арналған. Олар туралы мультфильмде де жұлдызды сөзі бар. Олар екеу. Белка мен стрелка. мен білмеймін бұл Мультфильм 200. Жақсы. Ол 2012 жылы Оскар сыйлығын жеңіп алды. Бір сахнасында айдалада тұрған кактус кейпіне өзгереді. Кейіпкер. Ертуған. Ранго. Дәл солай. Нәпсім хотя бы 100 алу керек сені. Әлі бізде тақырыптар Мамандық көп. 100. Мамандық 100. Нұржан. Ұшқыш па? Сол Нұржан хотя бы осыны алайық та. Қандай фильм? Время патриотов. Иә, время. Нұржан. Мамандық 50-ді көрейік. Шашып кететін ғой. Мамандық 50 ашылып жатыр, Ерке. Ал, Кітапхана. Нұржан бірінші.
Так, Нұржан дауысы естілмей жатыр маған. Детектив па, детектив? Ой, ё. Жалпы фильм біліп отырсың ғой Нұржан, иә? Қандай фильм? Девушка в татуировке дракона. Иә, тоғыр жүрсің. Мына кино көрген жоқ, бірақ сақ ойнаған білем. Шпион дейсің. Ертуған жауап бергісі келіп отыр ма? Жалпы детективтер не только Бастаған мен. осы мамандықта детектив бола алады негізі. Иә, журналистер көбіне. Журналист. Кеттік, Нұржан. Минимал постер жүзді көрейік. Минимал постер жүз ашылып жатыр. Сонымен бұл қандай фильм? Пилот туралы фильм. Және Вот еще, көп адам көрген. Жалғыз өліп тірі қалған ба? жоқ ана Қатардағы райын құтқару. ойында болды Ойладым мен өзімді. бірақ айта Сол алмадым. серіде орайына ма деп. Көрген жоқ. Жарайды. Кеттік, Нұржан. Не раз. Керек ал. Мамандық 150. Есік жол жүресің бе? И мынау кім емес па? Адали. Маржан. Мынау Век Адалин, да? Иә, и кім ол? Мамандығы? Қандай? Мамандығы Адалиннің. Қазір. Есік жауып жіберсін. Фотограф, кім ба? Не білеймін. Он кет мамандығы екен. Кітапханашы. Кітапханашы. Екатерина екен. Нұржан. Спилберг 100. Спилберг 100. Танымаймын да. Спилберг фильмографиясында туындылар бір бөлімді. Тек осы фильм жалғасы бар екен. 2 фильм. Аватар. Фильм өту керек, иә? Иә. Аватар қателеспесем 5. Оны мен Кэмерон. нақты білемін. Ол Кэмерон ол. Спилберг. Дейма. Көрмен. Біреуі кім ғой? Индиана Джонс. Индиана Джонс және Марк юрского периода. Парк. Парк, иә. Так. Нұржан. Қиындау Оны сияқты. сол көрген білемін да. Минимал постер 150 ашылып жатыр. Бірден айтайын. Иә, Ертуған. Вверх. Иә. Өте жақсы. Бұны алдыңғы неде ешкім алмады. Ерту. Мультфильм көрмеген ғой. Минимал көргем, постер бірақ. 200. И мынау. Нұржан. Нұржан. Розовая пантера ма? Жоқ. Және ерке енді басасың. Бас енді. Анау. Иә, Сегіз подружка Оушен емес па? сәлем айт. Ол сол ана бриллиант болады сол ойлады. Иә, Ерту. Круэлла емес па? И Бұндақ ойнап Анжелина. отырсыңдар ғой, немес па? нелерің бар? Кунг-фу Айта панда берші емес маған. па? Жоқ, Кунг-фу Анжелина. пандасы несі? Анжелина ойнайтын кино ғой да. Жоқ. Бір андай несі. Завтрак у Ой, Тиффани. Ой. Білмеймін андай неге ұқсады ғой, корейский кино. Артында. Әдеп. Минимал постер 250. Немес па? Нұржан. Крепкий орешек емес па? Ана алмаз туралы фильм емес па, иә? Айтты ғой. Маржан айтты ғой. Сынбай айтыр, типа, сөйтіп түсіндім да, крепкий орешек. Енді қабылдаған жоқ қой, кім не білмеймін. Еркенің уақыты өтті. Неге қарайық? Суретке қарайық, тас көріп тұрмыз. Сосын бұл пышақ, туристердің алып жүретін пышағы. Және бұл тас қыстырылып қалды. Және бұл қандай фильм? Әлбетте 127 сағат. Ой, Білмейді екен. ойында тұрып қалған, бірақ ана не жат. 350-ге кіріп кеткен ше. Мен бейінісіне Мамандық 200. Нұржан. Өрт сөндіруші ма? Әлі өзі. Жақсы фильм негізі. Иә. Нұржан. Так. Спилберг көрейік. Спилберг түсірген фильмдер ішінде қала атауы бар бір фильм кездеседі. Бұл фильмнің минимал постерінде сақинаның ішінде нысана бейнеленген. Ішінде нысана. Қала атауы бар бір фильм. Қандай білеміз.
Мюнхен олимпиададағы террористік қозғалыс теракт жайында. Нұржан, Минимал постер 50. аласамыз. Нұржан, Гладиатор. күні кеше көріп едім Netflixте. Мамандық 150. Нұржан бірінші. Пианист па? Нұржан мені алайын да хотелось. Жоқ, бұл не. Давай, Ерке. Ерке, сен мұғалім. сен ала аласың деп айтайын деп жатыр едің. Я учитель. На замену. Учитель на замену, я. Ерке? Наконец-то. Кете бар, мен Спилбергті танымаймын да. Жарайды, егіз көрсі. Осы жұмысы оған алғашқы ең үздік режиссура үшін Оскар берді. Мен білмеймін. Сразу. Елуғы Нұржан? көреген Индиан Джонс па? Бізде отсылка жоқ, Нұржан. Болса да бұндай, тап бұндай емес. Титаник емес па дерші. Ескілерін көріп жатқан ба? Список. Жетеуде арыз. Кеттік. Мен Ерке? кім бұл Спилберг деген? Режиссер. Режиссер? кажется. Мен вообще режиссерларым. Спилберг алғаш оны енгізген адам. Оны сіз фильм постерлерінің бұрышынан көресіз. Не бұл? Режиссер, бірдеңе деген емес па? Либо дата, Возрастной ограничение. примерно. Дәл солай. Нұржан. Сенімдірек. Рисковый, давайте. 250. Бұл 45 жылы болашақтағы адамдардың өмірі туралы. Мұнда барлық адамдар виртуалды оазис ойында жүр. Нұржан? Так. К первому игроку приготовиться. Керемет. Кеттік. Екінші кезең, осымен бірінші кезең бізде тәмам. Екінші кезең тақырыптарымен таныс болыңдар. Болливуд, Блэк, бір кейіпкер, төртеуі түгел болса, лого және бренд, 3 сурет, бір кейіпкер. Тақырыптарды түсіндіре кетейін. Болливуд туралы мәтін сұрақтар, жауаптарда барлығы Болливуд туындылары. Блэк фильмдердегі жауапта Блэк сөзі болады. Жалпы мәтін сұрақ фильмдер туралы. Бір кейіпкер, 2 актердің аты жөні беріледі. Олар әр жылы бір кейіпкерді ойнаған. 4 түгел болса, үйреншікті бізге тақырып 4 сурет, бір фильмді атау керек, туындыны. Лого және бренд бұл фильмдерде, сериалдарда қолданылған, ойдан шығарылған брендтер, солардың суреті беріледі. Және бұл брендтер қай сериалда, қай фильмде, немесе мультфильмде. 3 сурет, бір кейіпкер. 3 кейіпкердің суреті беріледі. Олардың атын атау керек. Және бұл тақырыптың бір ерекшелігі, мұнда алғашқы сурет берілген кезде бір кейіпкер жасырын болады. Және 5 секундтан кейін ол ашылатын болады. Так, бізде Маржан екінші кезеңді бастайды. Маржан, қандай соңғы фильм көрдің? Говорит, головоломканың первый частін көргем. Жақсы. Бірінші кезең бойынша қалай болып жатыр? Нормально. Фильм. Кеттік онда. Тақырып, Қарамаймын яшық. машина. Төртеу түгел болса көрейік. Нұржан? Малефисента. Қалайша? Мен Нұржан? Бір кейіпкер 100. Ричард Харрис және Джуд Лоу. Бір кейіпкер сомдады. Нұржан? Дамблдор. Бізде кім ерке еді ғой, Харри Поттер сұрап отқан. қарамай қалатын бар. Кеттік, Нұржан. Айналам болған дейді. 150. Бір кейіпкер 150. Клайв Оуэн және Чарли Ханнем.
Артур Жан? емес па? Артур емес па? Король Артур. Дәл солай. Актерлардың аттарын танымай жатырмын ғой даже. Шо. Нұржан. Андай. Так. Кейіпкер деген. Жаттамаймын. Түгел болса 150. Төртеу түгел болса 150. Бұл жерде бесеу. Вера Фарминганы кіргізу керек болды. Танысың ба? Трей боламыз ба бір. Мен көрмеймін. Небо деген фильм. Неге көрмедім? Нұржан. Bir кейіпкер 200. Террен Эджертон және Рассел Кроу. Нұржан. Гладиатор. Атын ұмытып қалдым мен. Гладиатор қойшы. Қойшы. Емес. Рассел Кроу тек гладиатормен танимын деді. Кәс. Гладиатор біреу ақ қой негізі. Жоқ, жас кезін ойнады. Той емес па? Робин Гуд. Нұржан. Давай, bir кейіпкер 250. Бір кейіпкер 250. Хью Джекман және Энтони Хопкинс. Ол Хью Джекманның карьерасындағы алғашқы бір біз қатты білмейтін фильмдердің бірі. То есть көрдік, бірақ мүмкін естерінде жоқ шығар. Болашақта Ван Хельсинг. Энтони Хопкинс Ван Хельсингті ойнаған ба не? Ескісінде. Нұржан. төртеу түгел болса көрейік ал 200. Нұржан. Агенты Анту. Иә. Что сын? Хай Ричи дейсің ғой. Гайричи кейіпкер. Төртеу түгел болса 250. Ондай бар, иә. Бекер Нұржан. Бекер бастым. Город қой. Бірде криминальный город. Или город воров. База шық. Просто город десең де болады, себебі оригинал атауы таун да. Нұржан. Так, bir кейіпкер 300. Бір кейіпкер 300. Олден Эренрайк және Харрисон Форд. Олден Эренрайк кім еді? Жалғыз деген сөз көмектесе ма сендерге? Жалғыз. Халк емес па? Красный халк емес па? Хан Соло. Соло. Кеттік, Нұржан. Төртеу түгел болса қолыңызға. Анау не ғой? Бір шығарма желісі бойынша. Ерке. Ана не болады? Қар патшасы болады. Энхэтуэй. Жоқ, не ғой? Жоқ, ана Алиса в стране чудес. Қалай басам? Алиса в стране чудес емес па? Чудесы ойнайды ғой. Энхэтуэй. Красавица и чудовище ма осындай емес па? Жоқ, ана Алиса в стране чудес ойнамай ма? Белоснежка емес па? Отверженные деген фильм. Жоқ, ана екеу реально Алиса в стране чудес. Блэк 100. Кевин Файги актерді 42 фильмінде баскетболшы Боузманның рөлін сомдағанына тамсанып, Нұржан. Кевин Файги дегеннен кейін айта берсе болады ғой. Қара пантер. Қара қаблан. Жақсы. Блэк 150. Блэк 150. Сонымен сұрақ. Цефалопоид препаратын сатқан үшін осы ұйым агенті өзге ғаламшарлықтың басынан атты. Алайда орнына басқасы өсті, Нұржан. Люди в черном. Нұржан. Блэк 200.
Ал бұл Том Хардидің толықметражды алғашқы фильмі. Режиссер Редли Скоттың Джейн Сарбаз фильміне Пентагон қол үшін созбаған, осы фильмге барынша көмектескен. Менің түсіміз ба? Черный ястреб. Көрмедім. Нұржан. Так, 3 сурет, 1 кейіпкер. Неге түсінбедім, бірақ мынада не табу керек екенін. Осы 2 суреттегі кейіпкердің аттары бірдей, аттас. Және бұл қыз да Үшеуінің де атауы бірдей олардың ма? қатарында. Е, Железный меч. Нұржан. Чудо-женщина? Тим Рейл ма? Галь Гадот Кейіпкер. қалай? Ерке, Железный леди? Тим Рейл? Ертуған мүмкін көресің. Чудо-женщина. Есімі керек па сонда кәдімгі кинодағы? Е, кейіпкердің аты ғой. Атым қалдым. Мен білмеймін. Ерту. Диана ма? Иә. Ханшайым Диана. Кеттік, Ерту. Black 250. 34 жылы фильм нұсқасында өлім көңіл көтеріп жүргенде ғалымсарда ешкім өлмейді. Ал осы фильмнің соңындағы ауруханада Ямайка ханымының өлімін көрсетеді. Өлім деген жалпы персонаж. Кейіпкер фильмдегі. Нема черная женщина? Кім ойнайды білмейсіз ба? Гарри Поттердің актері. Ойбай атын. Дэниел Рэдклифф ойнайды. Знакомьтесь, Джо Блэк. Деген фильм. Ертуған. Хопкинс. Бермей-ақ қой ертуған кісінің бермей. Кімге береміз Ерту? Басқа кіретін жағдай жоқ. Маржан. Маржан қайсысын таңдаймыз? Минимальный декорик. Жақсы. Осы фильмдегі Уинтер Хилл бандасымен таныс болыңыздар. Джонни Депп ойнаған Джеймс Джозеф банданың қолбасшысы. Джоэл Эдгар ойнаған FBI бастығы десек болады. Бұл қандай фильм? Білемін ана мен. Сол үшін саған бермеді ғой оны. Черная вдова десе. Черное место. Дәліз. Black Mass. Сонымен Маржан таңдау сенде. Болливуд жүз декорик. Білмеймін бұл. Голливуд 100. Бізде трансфер экспрессы, Голливудта шығыс экспрессіндегі өлім, ал Болливудта қандай экспресс бар? Болливудта қандай экспресс бар? Мумбай емес па? Нұржан? Экспресс. Мумбайский Қалай? экспресс деген бар. Экспресс Мумбай деген емес па бір? Опайым көп екен деп баса бересің ба? Ганга экспресс шығар. Ченнай. Найс. Вообще еске фильм. көре алмаймын. Енді көрмеймін. Лого және бренд деп көрейін. Лого және бренд. Мынау қай Істеу фильмде керек па қолданылады? Қай фильмде қолданылады? Нұржан, Маска. қалай? Ама? Маска? Жоқ, Маскада жоқ. Ё-мо, Маржан камераны жөндейсің ба? Қазір 1 минут зарядка қосайын жауап беремін. Мынау, по-моему, Уилл кім ойнайтын ғой? Брюс Уиллис ойнайтын фильм ғой деймін. Бұл негізі Гай Ричидің барлық фильмінде қолданылады. От заката до рассветада қолданылады. Ума Турман осы темекіні тартып отырады да, сосын кейін отравление болады. Маржан? Маржан ойыннан шығып кетті. Маржан? Тауға Маржан кеттік деп кетіп тұр емес. Тауға кеттік деп те шығып кетті ғой. Жақсы, біз ойынымызды жалғастыра берейік. Қатып қалды ау деймін. Мен Енді таңдай оны алмай істеп жатырмын. жатырсың.
таңдай алмағанда ойыннан шығып кеттің сен. Обновить ету керек. Иә. Сол интернеттен нашар сияқты. Мен естіп тұрсыңдар ма? Естіп тұрмыз, иә, Иә. бірақ көріп тұрған Мен жоқпыз. отырмын ба? Ойыннан шығып кеттім ба әлде? Иә, ойыннан шығып кеттім. Кірдің, және Қосылдым аудиом да? қосылдың, иә. Видео қосылып тұр ғой, иә? Видео жоқ. Жоқ па? телефонмен қиын екен ғой шынымен. Көрінбей тұрмын ба? Иә, Телефон жақсы. иконка қоймасаң шығып кет. Маржан, ойынға кіре берші, жалғастыра Видео берейік қостым. видеоны. Ойында жоқсың. Ойыншы енді барым ба? Ойында жоқсың. Обновить ету керек. Ой. Ори. Осы жерлерді кесіп тастайсың ау деп ше. Жоқ, Есем бәрі шынайы келген. болсын. Бәрі шынайы болсын. Бұл жерге дейін ешкім жетпейді ау ертуған. Сол. Іштері Сразу соңына өткізіп жібере ма? Кім жеңді деп. Сондай бірдеңе болады. Қосылдым ау. Бірақ маған әлі Нұржанның- шықпай тұр. Нұржанның жақсы біз өзіміз таңдай береміз онда, иә? Лого және бренд 150 ашылып жатыр. Назарларыңға. Киноны айту керек қой, киноны. Жалпы фильм, кино, сериал. Сериал деп шықты бізде. Қиындау бар ғой. Лос деген қала бар ғой, осы сериалда. Лос Көру керек. қаламыз. Нұржан, осы сериалды көру керек еді бар ғой. Шыға береді. Болливуд 150. Бұл фильмді Ноланның Помни фильміне түсірілген ремейк делінеді. Ертуған, сен білесің. Помни Ертуған фильмді біледі негіз. Бәріміз білдігі. Антимен емес па? Меня зовут Қандай? Хан десе. Антимен емес, Қандай? Антимен. Шайып отыр ғой бүкіл ашқан. Гаджини. Мен көрдім. Именно бір көрген. Неге көрдің? Мен білмейді екенмін ана жандос. Жас кезінде көрген. Қалихан Ходы ойнап жоқ қой. Да-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Ладно, кеттік. Маржан, Фильмді білмеймін. Вот 200 сайын. Кейіпкер түсірілу ғой. барысында үнді кинематографиясында тарихында ең көп қаражат кеткен фильм. Бай отбасында тұратын Рахул есімді жігіттің кедей ауданынан шыққан қызға ғашық болуы туралы ертуған. Ой, ё-моё, бекер бастым ғой мен оны. Рахул таныс бар ғой. Кедей ауданнан шыққан қызға ғашық болу жайында. Пас. Басқаларда қыздар, егер нұсқалар болмаса басып тастасаңдар, бізде ойын әрі қарай өрби береді. Менде Индиядан. И в печали, и в радость. Көрдім мен. Әйелмен. Кеттік ал. Маржан, Давайте лого және бренд түгілік. Подсказка оны, подсказка. бізде подсказка берейін ба? Фильм. Мультфильм Бұл сияқты. фильм және машинадан сендерге танымал. Бұл Фильм, я мультфильм. фильм. Назад в будущее. Жоқ. Бекер сұрады. Тупой и Тупой и еще тупее. тупее. Ит машина бар ғой, автобус, минивэн. Маржан, Үш сурет бір кейіпкер. Нұржан. Кейіпкерін болу керек, но дядя Бен ортада. Иә. Ана Бен Сол жағында. Бентен, иә. Человек паук. Дәл өзі. Так, сурет бір кейіпкер. Сурет бір кейіпкер. Ой, ана мультфильм көрмегенмін.
Құрамы ғой. Білмеймін бірақ. Один плюс один бар адам плюс ғой. один деп қойсай. Нұржан басып қойдың ба? Жоқ. Жоқ, басқа жоқ. Атымыз тұрмын ғой. Деп тұр едім. Атын білмеймін мен. Жаңа Ф-дан басталма, Ф-дан аты. Иә. Тем. Филипп па? О, М, Тома. Нұржан. Так, сурет бір кейіпкер. Аты кім еді? Ертуған. Ұлуанов. Иә. 250'leri alады екен мен негізі. Бірақ жалпы тоталыңа қарасам ондай емес сияқты. 200-300 алған сияқтысың. Минус жібердім ғой бағана байқамай. Иә, бұл жерде подсказка жоқ. Ешқайсы таныс емес екен. Үшінші бір сериалды ойнамаймын ау. Американский. Сериал, иә. Фиби. Мен қалғандарын Лого және бренд. Лого және бренд 250 ашылып жатыр. Ертуған. Офис қой. Утилитян. Paper деп жазылып тұр астында. Жоқ, Дандер Мюслин деген білем мен. Лого және бренд. Иә, Ерту. Флэш. Жақсы. Бұл қайтып ені бұл тұрып кетіп қалғаны қалай болды?